Мен жай видеоның басында айттым, бұл кәсіптен 0 теңгеден бастауға болады. Мысалы, бір күнде 400-500 мыңға шейін тауып отқан клиенттерімізге дейін бар. Иә, сұраныс өте жақсы бұл неге. Енді примерно 1,5 миллионнан 1 миллионға. Яғни бұның ашылғанына 1,5-2 ай болып қалды примерно. Пайдасы жалпы оборотының көлемі менің сұрауым бойынша 5,5-6 миллион. Қайырлы күн достар, есім Құрманғали Фулан, бұл Сала таңдау каналы. Бүгін сіздерге біз 0 теңгемен бастауға болатын, болмаса 300 мың теңге, болмаса 3 миллион теңгемен бастауға болатын кәсіппен таныстыратын боламыз. Бұл кәсіп арқылы күніне 20 мың теңгеден 400 мың теңгеден таза пайда түсіруге болады. Бұл кәсіп кілем жуу бизнесі деп аталады, яғни негізі кілем жуу бизнесі сезонға қарамайды, және де карантинге қарамайды, кризиске қарамайды. Ешқандай былайша айтқан кезде вирус та тоқтатамайды. Кілем жуу саласының бүгін сіздер таныстыратын кейіпкерлеріміз 1,5 жылдың ішінде 97-ге жуық осы кілем жуу цехын ашқан деп айтсақ та болады, яғни 97 бүткіл Қазақстан бойынша. Ал күндік табыстарын уақытында 200 мың, 300 мыңға дейін күндік пайда түсіріп отқан жігіттер. Сондықтан бүгінгі видеоны сіздер не үшін көруге міндеттісіздер? Бұл саланы ауданнан да, ауылдан да, қаладан да ашуға болады, және де кілем жуу саласында үлкен проблема бар. Мысалы, кептіру жері қанша болу керек, қанша теңге бастау керек, порошогы қандай, химиясын қайдан алуға болады, станоктар Қазақстанда өндіріле ме, өндірмей ме, және қанша тұратынын толыққанды айтатын боламыз. Және де квадрат метр кілем жуу саласында 300 теңге болса сізде, егер сол саламен айналыссаңыз, оның бағасын 700 теңгеге, 600 теңгеге қалай көбейтуге болатын толыққанды көрсететін боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Кілем жуу орталығын ашқан кейіпкерімізден қазір тоқтансақ. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Есіміңіз? Олжас болады есімім. Олжас, ең бірінші сізге қояды сұрамыз, осы кілем жуу орталығының 97-сін аштыңыз ба, әлде 97 кілем жуу орталығын ашуға көмектестіңіз ба? Біз ашуға көмектестік. Яғни біз бизнестің жаңа ең алғашқы келген кезде айналмалы жол емес, тікелей жолына түсуге, тікелей көмек беруге тырысамыз. Яғни айтқанда бизнес жууға қандай оборудование керек, қандай орталықтар. Яғни бизнес под ключ. Мысалы, біздің көрермендерден бірі осы кәсіпті бастайын десе, мен жай видеоның басында айттым, бұл кәсіптен 0 теңгеден бастауға болады, 300 мың теңгемен, 3 миллион теңгемен бастауға болады. Яғни осы үш вариантта да сіздер көмектесе ма, толыққанды? Үш вариантта да толыққанды көмектесе аламыз, және ол бизнестің алдыға қарай дамуына тікелей көмек береміз. Осы күнге дейін жаңа ашқан 97 орталық және де қосымша жаңа қанша саттыңыздар дедік? Одан қосымша 300-ге жуық роторный машина саттық, одан бөлек осушитель жаңа кілемді құрғататын аппарат дейміз ғой, оның өзінен 330-дай саттық. Осы уақытқа шейін. Яғни біраз кәсіпкерлерді біраз орталықтарды ашып қазір жүруіне көмектесіп жатсыздар. Иә, тікелей көмектесіп. Бағаны көтеру, қызметті өсіру толыққанды кіре ме? Иә, толыққанды кіреді. Бизнес подключке, яғни ең бастапқы кезде станоктар кіреді. Станоктардан бөлек оны қалай жуу керек, орнату керек, қандай жаңағы ыңғайлы аймақ, яғни орналасуына байланысты, орын таңдауына, және доставкасына қандай көзқараспен қарау керек. Жаңа клиентский потокты алып келгенше маркетинг жағынан. Ол жағынан да міндетті түрде көмектесеміз, және сол орналасқан бизнестің орталығына да байланысты. Яғни ол Алматы қаласы ма, может бір аудан орталығы ма, может ол бір Астана қаласы ма, оған қарамайды. Яғни Атырау ма, любой қаладан ашуға тікелей көмек береміз. Күнде қанша табыс табады осы кәсіп арқылы? Ең көп табатын және де ең аз табатын? Ең аз табатын жоқ дегенде тауып отқандар 20 мың, және одан көп табатындар, яғни шексіз деп айтсам да болады. Өйткені әркімнің бизнеске подходы әрқалай. Мысалы, бір күнде 400-500 мыңға шейін тауып отқан клиенттерімізге дейін бар. Мысалы, мына кілем жуу орталығына келіп отырмыз. Бұл сіздерден алған адамның орталығы ма? Иә, бізден алған адам. Ол жігітпен толық таныссақ бола ма? Болады. Есімі кім бауырымыз? Мақсат. Мақсатпен онда толық танысақ. Видеомыз жалғастырамыз. Қазір Олжас бауырымыз арқылы осы кәсіпті ашқан Мақсат деген жігітпен сұхбатымызды жалғастырсақ. Мақсат, жасыңыз қанша? Жасым 22-де. 22-де. 97 жылғы мен. Қашан аштыңыз осы кәсіпті? Менің ашқаныма бұл салаға кіргеніме майда 1 жыл болды. Уже 1 жылдан асып 2 жылға кетіп барады. Күндік табысыңыз қанша? Енді күндік табысым квадратқа қарай есептелінеді бұл жерде. Айлық керек па или күндік табыс па? Жалпы айлық табысыңыз қанша болады? Айлық табысымыз оборот айына 3 миллион, 3,5 миллион. Таза пайда? Таза пайда 1-2 миллиондай қалады. Өзіңізге қалады? Өзіме қалады. Жасыңыз 22-де? Жасым 22-де. Бұл кәсіпке 0 болып кірдіңіз ба? Негізі... Бұл кәсіппен әке-шешеңіз, туған-туысыңыз бұрын айналысып кетті? Жоқ, бұл кәсіпті өзім біраз жылдар ойластырып, пландастырып кірдім. Негізі 0-ден деп айтса да болады. Ол жастармен сразу жұмыс істеп бастадыңыз әлде бұрын басқа біреуден алып бердіңіз? Жоқ, осы жігіттерді іздеп, сұрастырып, осы жігіттердің аппараттары жайлы мағлұматтар алдым басында кішкене. Сосын осы жігіттердің өзіне шығу керек болды.
сосын өздеріне шығып осы аппараттарды алдым, қазіргі таңда қолданам, өте жақсы. Ашуға ғана көмектесті ме, арға жүргізуге де көмектесті? Енді бұл жігіттер бұл салада біраз жүргеннен кейін көп советтер берді маған, мысалы осы мысалы қиындықтар тәжірибесін бөлісті. Бір проблема болса, осы жігіттермен постоянно связьда болдым, мысалға бір енді бұл сферада бірінші болғаннан кейін көп нелер болады, қиыншылықтар болады, соны шешу үшін осы жігіттер көмегін берді деп айтсам қателеспеймін. Мақсат, мысалы көріп тұрмыз да, цехында қазіргі уақытта қаншама кілем жатыр. Мысалы мына жердің өзін қарасақ та, бұлар дайын кілемдер ме или жуылуға келген кілемдер ме? Бұл кілемдер жуылуға келген кілемдер, бірінші очерге келеді жуылуға. Бұл әр кілемнің артында өзінің нумерациясы болады, как код сияқты болады. Осы жуылатын жігіттер сол код арқылы жуып, тазалап, бірінші енді этаппен түсіндіріп өтейін. Бірінші кілем келеді, мысалға кір кілемдер келген, сосын жуылады кілем осы жерде. Жуылып болғаннан кейін мынау осы олжастардан алған осы центрифуганы қолданамыз. Бұл не үшін керек? Кілемді сығуға арналған аппарат. Бұл яғни 80% суды құртады да кілемдегі. Получается 20% влага кішкене қалады. Одан кейін көріп тұрған мынау сушильный камера аппарат осы жерде сол кілемдер кептіріледі. Сушильный кіріп көрсетіп болмашы? Болады, осы сушилканы алған кезде осы аппараттың бәрі сол олжастардың осы жігіттерден алдым осы аппаратты. Биыл 1,5 жыл болып қалды ма, уже қанша бір жылдан асты жұмыс істеп тұр, ешқандай не жоқ, проблема жоқ. Риза ма аппарат? Енді Құдай қаласа тағы да біреуін алсам ба деп отырмын, потому что анау екінші комнатаға сушильный камера тағы дополнительно жасап жатырық та. Өйткені біздің жуу күшіміз мысалға күніне қазір 250-300 квадрат жуатын болсақ, негізі 700 квадрат жуатын күшіміз бар. Соның екіншісі енді 700 квадрат күшіңіз болса, соған арнайы клиент таба аласыз ба? Ол клиент бар бізде, проблема жоқ. Ол жағынан тауып жатырмыз, просто помещение кішкене отыр да сушильный камерамыз. Осы жерде жұмыста 24 сағат осы жерде жүресіз бе, әлде жұмыс үйренген ба? Жоқ, система қойғам, жұмыстың барлығын өзім тек отчетпен KPI дейді ғой. Жігіттердің статистикамен қарап бәрін санап отырамын, мысалға күндігін, апталығын каждый день тексеріп отырамыз. Статистика құласа, әр ненің өзінің несі болады бағанағы. Жауап беретін адамдарын қойып қойғанбыз да. Жалпы жүйемен жұмыс істейсіз. Орг схема жасап қойғанбыз ғой жұмысқа, схема. Нарыққа мысалы бір жыл бұрын кірсеңіз, бұған дейін істеп отқан мысалы конкуренция дейді ғой. Яғни бір жылда кірдіңіз, бірақ әлі де үлкейтуге ниетіңіз барына қараған кезде сұраныс жақсы, салаға сұраныс жақсы деп айта аласыз ғой? Иә, сұраныс өте жақсы бұл неге. Енді сұраныс бар жерде енді жұмыста бар ғой мысалға. Просто басты мақсат басқа конкуренттерден озып шығу. Болашағы қаншалықты үлкен деп ойлайсыз бұл кілем жуу? Болашағы енді бұл бір менің ойымша, мен бұл нишаны как химчистка ретінде қарайтын болсам, бұл тек қана химчисткамен, ковермен шектелмейді. Бұл жерде киімдікі бар, клининг услуга бар, қазір бізде клининг жалғасын тауып жатыр. Ол да бір яғни подништа көп айналасында. Айналасында бір ғана емес, бір 7-8 не бар деп қателеспеймін. Аяқ киімдікі бар, химчистка бар, прачечный бар, ол жерде бір ғана емес, бір 7-8 не бар десем қателеспеймін. Мақсат, және де сізге соңғы сұрақ, осы 2020 жылы бір қиын жылдардың қатарына кірді десек те болады. Бір шеттен ауру бар, карантин бар, мұнай түсті, бағасы түсті, кризис келді, халықта ақша жоқ дейді. Біраз бизнестер жабылып жатыр. Мен білетін 80%-ға жоқ бизнес жабылды. Мен өзімнің 2 кәсібім жабылды. Карантинде мүлдем істемей тұр. Енді осы кілем жуу кәсіп осындай бір қиындықтарға туды ма мысалы? Табысыңыз түсті ма, әлде көтерілді ма? Бұрынғы қарағанда салыстырмалы түрде қалай айта аласыз? Өте жақсы сұрақ. Енді карантин тек бізге емес, барлық адамға әсер етіп жатыр. Себебі бұл бүкіл әлемде пандемия, бүкіл экономикаға әсер етіп жатыр. Енді статистика деп айттым бағана, тексеретін болсақ, алдыңғы жылмен осы жаз айында бізде 40%-ке түсті. Ол былай айтатын болсам, халықта негізі ақша кішкене аз болып қалды, қолданатын мысалы жылына 2 рет жудыртатындар, 1 рет жудыртып жатыр. Бірақ өзіміздің немізді ұстап отырмыз қазірше. Маркетингті әлі күнге дейін өшірген жоқпыз. Пайдаңыз азайған жоқ та? Пайдамыз енді кішкене азайды, но бірақ азайды деп бізде тоқтап неғған жоқпыз. Азайды дегеніңіз жаңа 1 миллион, 1,5 миллион ба? Енді примерно 1,5 миллионнан 1 миллионға түсті, сондай неге болды. Өткен жылға қарағанда салыстырмалы түрде? Иә, салыстырмалы түрде заказдар кішкене азайды. Одан кейін бізде скидка маркетинг жағымен бағаны кішкене сүрдік та мысалға. Акция жасадық, содан кейін бағана маржа жағы да кішкене өзгерістер болды да. Мысалы 1,5-2 миллионның өзіне мысалы 1 миллионға сондайға түсті маржа. 1 миллион табыс қазір уақытта Қазақстанның орташа немесе есептесек миллионерлердің қатарына кіретін табыстың бірі. Сосын бұл кәсіп сезонға кіре ма? Сезонға? Бұл кәсіпте негізі сезонный жұмыс болады, бірақ араларында мысалы 12 айдың бір 3 айы кішкене төмендейді сауда, бірақ тоқтап қалды деген нәрсе жоқ. Бірақ жұмысын жалғастыра береді. Өткен жылы біз Қызылордаға барып түсірген болатынбыз, бір бауырымыз қыстың күні. Қаңтар айында, сол кезде де оның кәсібі жүріп жатқан болатын. Сондықтан сезон қатты әсер етпейді шығар? Сезон қатты әсер етпейді, бірақ
сол бағанағы 3 ай байқалады, иә. Кішкене сауда түседі. Өйткені ол енді январь, февраль осы 2 айда қатты кішкене не болады, өзгерістер болады. Мысалы жаңа үлкейтем деп жатсыз да? Иә. Тағы да бір цех ашасыз ба, әлде осының ішінде көлемін үлкейтесіз? Жоқ, сушильный камера деген нәрсе бұл жерде негізі кілем кәсібінде шешілетін нәрсе. Сенің сушильный камераң қанша кілем жай аласың. Енді екі түрлі нәрсе бар. Бірінші қанша квадрат кілем ала аласың мысалға, и сол алған кілеміңді сен жай аласың ба деген вопрос. Мысалы біз 700 квадрат алып отыратын болсақ, оған күшіміз бар да, бірақ жаятын орнымыз кішкентай болғаннан кейін бізге екіншісін мысалы соқтып қойдық қазір. Сонда сіздер 250-ді ғана қазір күнделікті жайып отырсыздар. 250-300 квадрат жайып отырмыз. На самом деле 700 квадратты алатын күшіміз бар. Жаңа сұрақты қайталап жіберейін. 700 квадратқа жаятын күштеріңіз бар. Иә. Күнделікті заказ толтыра аласыз ба тағы да? Күнделікті толтыра аламыз. Жолын білесіз? Жолын білемін, иә. Жалпы осы бизнеспен айналысуға кеңес бересіздер ме? Иә, кеңес берем. Қызметін. Иә, осы олжастардың нелерін алуға совет берем, аппараттарын, яғни осы нишаның жақсы болашақта несі болашағы бар, жақсы табыс алып келетін бизнес ретінде көре алам, және енді бастап жатқан нелерге кеңес бере алам. Все, рахмет онда. Все. Құрметті Сала таңдау көрермендері, біз қазір Олжас екеуміз екінші цехқа келіп тұрмыз. Сіздер құрастырып берген, сіздерден алған дүние. Мой ковер деген, яғни кілем тазарту орталығы. Бұл жерде орыс кісілерден. Орыс кісілер ашқан, яғни бұның ашылғанына 1,5-2 ай болып қалды примерно. Яғни карантиннің уақытында, жоқ 1,5-2 ай ғана болды. Бұл карантиннің уақытында, карантин кеше басталған кезде ашылды, шыны керек. Бірақ бұл кісілердің обороты, әркімнің бизнеске көзқарасы әрқалай. Яғни бұл кісілердің көзқарасы жақсы көзқарас деп айтсам болады. Яғни қазіргі таңда бұл кісілердің ценасы нарықтағы ценаның ең жоғары ценалар деп алсақ болады. 800 теңге квадрат метріне жүреді. VIP квадрат, VIP клиенттерге қызмет көрсетеді. И бұл жақта полный комплект оборудования, оборудованияның именно жаңа біздің өзімізден алған комиканың осушители и центрифугасы, яғни максималды комплектацияда алды. Пайдасы қанша табады? Пайдасы жалпы оборотының көлемі менің сұрауым бойынша 5,5-6 миллион, ал таза табыстың көлемі 3,5-4 миллионға дейін барады. Ішіне кіріп көрсек бола ма? Болады. Онда ішінде сұхбат жалғастырайық. Құрметті Сала таңдау көрермендер, мына нелерді қараңыздаршы. Келіп тұрған заказдарды, мына кілемдерді мына жерде отыр мысалы. Мына жақты қарап жіберіңіздер міне. Жерді қарасаңыздар да қаншама кілем жатыр. Жерде жуылайын деп жатқандар бар, жуғалы жатқандар бар. Бұл кісілер қанша теңгемен бастады? Бұл кісілер полный комплект оборудования 3,5 миллионға алды бізден, өзімізден. Яғни ол емкость, шампунь, алғашқы 3000 квадрат метрге, пакет, бүкіл кілемді иістендіретін, упаковка жасалынатын, артына бирка ұрылатын, бүкіл комплектісін алды 3,5 миллионға, яғни. Оның ішінде центрифуга и осушитель кіреді. Қазіргі таңда біз 2020-да осушителімізді модернизация дейміз, яғни дамыту үстіндеміз, эффективностін арттырып, центрифуганың да эффективностін арттырып, түрлерін өзгертіп жақсы шығарып жатыр. Яғни конкурентке способный. Және біздің бар мақсатымыз негізгі бізден алып ашқан клиенттер бизнесінің әрмен қарай дамуына тікелей көмек көрсетсек деген мақсатта жұмыс жасаймыз негізінен основном. Онан кейін біз өзіміз 7 жылдан астам кілем жуғаннан кейін біз ең алғашқы бастап кезде Турциядан оборудование, яғни аппараттарды әкеп жұмыс жасап бастадық. Бір сөзіңіз білейін. Шынымен мысалы сіздер бағана бір айтып жатырмыз, Қазақстан, Түркістан. Сіздер қазір өндіріп, орнатып, қосып көрсетіп жатсыздар. Енді неге түріктерден емес, сіздерден алу керек? Неге алу керек? Түріктермен сіздердің айырмашылықтарыңыз? Ең бірінші, біз Турциядан өзіміз әкеліп бастаған кезде, оборудование сынған кезде, яғни ол темір болғаннан кейін сынбай дейміз, сынады. Оборудованиялар ма? Иә, бүкіл оборудование, яғни осушитель, центрифуга, роторка, осыларды әкелген кезде, олар сынған кезде бізге түріктер, яғни бастап кезде ремонттамақ түгіл телефонды алмай қоюға шейін барады. Өйткені ол шетелге кеткен зат, сіз заңды түрде ешқандай жұмыс жасай алмайсыз. Сатып жіберді, болды. Яғни онан кейін қай жағдайда келеді олар? Қай жағдайда келеді? Яғни жоқ, мен осы уақытқа шейін мысалы жаңа айттық 100-ге таман компания аштық дедік. Сол 100-ге таман компанияның бізде Түркиядан алдыртам деп на принцип алдыртпағанымыз, алдыртқан адамдар болды. 30 миллионнан астам аппарат алған адамдар өздерінің келісуіне қарай пускын алаткісін, яғни оталдырып, жасап, қосып беруіне келді. 30 миллионға товар алсаң ғана түріктер келеді. Иә, түріктер келеді. Яғни ол әркімнің өзінің маржасына қарай. Бізде Қазақстанда өмір сүру құны арзан, түріктерге қараған. Сол үшін біз арзанға да жүре береміз. Енді мысалы сіздерден алды да, товар. Сіздер қанша уақыт гарантия бересіздер, және қанша уақыт услуга қызмет көрсетесіздер тегін? Біз тегін 1 жыл қызмет көрсетеміз. Бұзылған жағдайда бүкіл келісімшартқа қол қойылады. Иә, келісімшартқа қол қойылады міндетті түрде. И бизнес сопровождение дейміз, яғни қалай жүргізу керек, қандай шампунь қолдану керек, қандай скребок, қандай су, қандай емкость, қандай жерде орналасу керек, бүкілін айтып береміз. И онан кейін оборудование гарантия ровно 1 жыл. 1 жылдан кейін яғни қызмет көрсету ол ақылы түрде жүргізіле береді. Оборудование аты қалай? Бұл центрифуга деп аталады. Бұл центрифуганың размері яғни әртүрлі болып шығады, түрі де әртүрлі болып шығады. Бұл жерде 4,20 метр, яғни ол плавный пускпен деп аталады. Плавный пуск дегеніміз подшипникке, моторға ешқандай да нагрузка түсірмейді, және мотордың күйіп кетуі, бүкіл проблемалардың алдын алады. Мынау плавный деген мынау ма? Жоқ, плавный пуск деген мынау.
яғни бұл аппараттың жай қосылуына қызмет көрсетеді. Ішінде кәдімгі компьютер тұрады. Компьютер жаңағы моторды басқару арқылы жаймен айналдырып кілемді дайын қылып шығарып береді, бір сөзбен айтқанда. Қанша квадрат метр жоқ күнде? Оны сығады. Бұл күн 5 минутта айтамыз бір кілемді сығып болады. Яғни кілемнің размері әртүрлі болуы мүмкін. 1 квадраттан бастап 20-25-40 квадратқа шейін. Бір салған кезде бір кілем салынады. 5 минутта бір кілем. 5 минутқа сығып отырады. Негізі сығу уақыты 2 минут, бірақ біз жаңа 5 минут деп айтатынбыз, андай дәу кілемдер болады ғой. Дәу кілемдерді ұзақ сығады. Ал мынадай кішкентай кілемдерді сығу уақыты 2 минут, 1 минут. Жуатын дүние анау. Ашқан адамға не керек? Центрифуга керек, сосын жуатын керек. Яғни роторный машина деп аталады. Бүкіл жерден іздесе шығады. Бізден ғана емес, яғни бүкіл жерден ала берсе болады бұны. Сіздер де сатасыздар? Иә, біз де сатамыз. Гарантия бар? Гарантия бар, кепілдік бар. Біз бұны Турциядан алып келеміз. Өйткені бұны бізде өндірген невыгодно. Бұның плюсы бар, плюсы. Яғни бұда коробка дейміз біз айтқанда. Коробкасы болады, 1000 оборотты, 200 оборотқа айналдыратын. Сол бұның бар плюсы болып табылады. Енді бізге мына аталай. Сол қымбатқа шығып кетеді. Бұл роторный машина. Роторный сосын центрифуга. Одан кейін жаңа кептіретін станокқа барайық. Қараңыз, мен жалпы былайынан түсіндіріп кетсем болады. Кептіретін станокты алмай жүргізем дегендерге де болады. Бірақ ол кезде бизнес профессионалды болмай қалады. Бизнестің біз міндетті түрде айтамыз, желательно деп айтамыз, яғни профессиональный болған дұрыс. Егер профессиональный болса, ол жаңа сезонға қарамайды ең бірінші. Яғни кілемді қай уақытта кептірем, жаңбыр жауып кетеді, күн сасып кетеді, шаң болып қалады. Күнді күтіп отпайды. Иә, күнді күтіп отпайды. Ең бірінші плюсы сушилканың. Одан кейін центрифуганың плюсы. Центрифугасы жуылған кілемдердің кірі шығады бетіне. Біз яғни бетінде кірді аламыз, бірақ ол кірді біз итеріп шығара алмаймыз 100%. Кірді езгенмен итеріп шығара алмаймыз. Центрифуга бізден сығады. Иә, сығып, ол 100% ішіндегін шайып алып тастайды, получается. Алып тастағаннан кейін, получается, бізде кілем таза болып шығады. Ал таза затты біз таза құрғататын болсақ, онда клиентпен проблема болмайды. Ал клиентпен проблема болмаған жерде бизнес өрлейді. Ол бәріне анық зат та. Біз айтамыз, сондықтан бірге комплект алған дұрыс деп. Кептіретін дүниенің аты қалай? Осушитель, яғни құрғатқыш. Бұл да сіздердікі ғой? Бұл да біздікі, өзіміздің отандық өніміміз. Бұл да басқа Турциядан келіп бастаған. Кішкене қараңғылау болып тұр, бұл бізде сушилка ғой, кептірілетін жер. Бұл жерде күнде қанша не кептіріледі квадрат метр? Мына жерде 30 квадрат метр, өзіңіз байқап тұрғандай өте кішкентай. Темірлердің арасы жақын. Бұл жерде 300 квадрат метрге шейін кілем кептіріп шығуға болады. Бір түнде, яғни 12 сағаттың ішінде. Стопудоу кеуіп, сіз кеппей қалып, жаңа газбен кептірсеңіз, газдың іші шығып тұруы мүмкін, электрический пешпен кептірсеңіз, жаңа 100% кеппей тұруы мүмкін. Газбен кептірсе қанша ақша төлейсің газға? Айына емес, газға шыны керек күнделікті аласың. Мысалы, бір баллонды 3000-4000 теңге аласың. Біз өзіміздің бастан кешпедіміз, кештік ол жағдайшы. Расход үлкен. Расходы үлкен. И расходтан бөлек оның минустары өте көп. Иіс шығып тұрады газдың біріншіден. Екіншіден, біз жаңа өзіміз көптеген компания ашқаннан көптеген адамдармен жұмыс істегеннен білеміз, что кейбір компаниялардың кілемі полный өртеніп кеткен компаниялар да бар. Сушильный камерасымен бірге. Ақыры сөйлейікші. Ал сушилканың артықшылығы? Сушилканың артықшылығы белгілі бір уақытта құрғап тұрады. И күнге ешқандай зависимый болмайсың, қысы демейсің, жазы демейсің, жуа бересің. Күнде 3-4 мың ақша кетпейді бұған. Бұған күніге кететіні 1000 теңге, 1500 теңге. Тоқ жейді болды. Өзін толыққанады. Бұны қанша уақыт гарантия бересіздер? Бұл жаңа ма бұл? Бұл жаңа. Бұл жаңа түрі, мынау, яғни бұның жаңағы рабочий сторонасы болады и жаңағы, обслуживание сторона деп айтамыз өзіміз. Квадрат метр кептіре алады бұл? Бұл 300 квадрат метр кілемді кептіре алады деп расчет жасаймыз. Бар ма? 500 квадрат метрлігі бар, 200 квадрат метрлігі бар. Бағалары қаншадан басталады? 800-ден бастап 1,5 миллионға шейін барады. Бір жыл гарантия бересіздер, услуга толық кіреді. Иә, услуга толық кіреді. Қазақстанда жаңа өндіріліп жатқан дүние. Қазақстанда өндіріліп. Құрметті сала таңдау көрермендері, Қазақстанда өндіріліп жатқан өндірістің бірі, яғни түріктерге конкурент болып, түріктерден сіздерге арзан деп ойлаймын. Иә, арзан. Өйткені түріктерде өзіңіз жаңа бағана айтып кеткендей проживание қымбат ең біріншіден, и ол жақтан жолы, бер жаққа келемдің жолы бар, и одан бөлек таможкасы, рас таможкасының өзі пәленбай шығады. Иә, яғни түріктердің станоктарына қарағанда сіздерге арзан, және де сіздер өздеріңіз айтып отырсыздар, жаңа 90-98-ге жуық саттық, 250-300-ге жуық жаңағындай кішкентай материал саттыңыздар деп. Яғни сіздердің алып жатқанына қарағанда сіздер уже нарықта белгілі бір орын мен авторитетті қалыптастырдыңыздар. Біз бренд Комика деген брендті қалыптастыру үстіндеміз, әлі күнге шейін қалыптастырамыз деген ойдамыз. Яғни біз өзіміз ойлаймыз, что қазақтар ешкімнен кем емес деп. Егер осы саланы бастайын десеңіздер, кілем жуу саласы сезонға да, карантинге де, кризиске де қарамайтын бизнесті көріп тұрсыздар. 2 ай бұрын ашылған бизнес, мысалы 6 миллион, 5-6 миллион оборотқа шығып отырса, оның ішінде таза пайда 3 миллион теңге болып отырса, және де бұл саланы бастағанға сіздерге ешқандай басқа тұрдың керегі жоқ, нөл болса да, мүлдем бір таныс емес кәсіп болса да сіздерге Олжас деген біздің бауырларымыз станок жағымен, обучение жағымен, маркетингмен, установкамен, қызмет көрсетуімен және гарантиямен толыққанды кепілдік береді. Салған ақшаңызды кемі дұрыс істесеңіздер 2-3 айда толыққанды 100% қайтарып аласыздар. Егер осы сала сіздерге қызық болса, мына жоғары жақтағы номерге шығып, Олжас деген бауырымыз жекесіне хабарласып, толыққанды информация аласыздар. Болмаса осы видеоның астына біз Telegram каналының сілтемесін қоятын боламыз. Сол жерге де кірсеңіздер толық ақпарат болады. Сұхбатымызды ары қарай сыртта жалғастырсақ, мына жер кішкене ыстық екен.
Түркиямен конкурент болып отқан өндіріс орнына келіп отырмыз қазір. Олжас бауырымыздың жалпы осы кілем жуу аппараттарын шығаратын сіздердің өндіріс орындарыңызда ішіне кіріп көрсек. Сіздер тек қана осы кілем жуу аппараттарын шығарасыздар ма? Кілем жуу аппараттарынан бөлек жалпы құрғататын аппарат, негізі ауа құрғататын болғаннан кейін. Жаңа сушилкалар ма сіздерде? Иә, сушилкалар. Ауаны да құрғататын болғаннан кейін шай, сухофрукты дейміз ғой. Жеміс жидекті, ағашты, балықты, жалпы любой құрғататын зат болса, соған есептеп жасап шығарып бере береміз. Яғни сондай станоктар жасаймыз. Кептіретін зорға ма әлде сіздер жасайсыздар ма? Біздер өзіміз жасаймыз осы жақта. Ну, получается, с нуля құрастырамыз ғой. Тура бағанағы шарт бойынша Түркиядан артықшылықтарыңыз тура бағанағылармен есептелуге болады. Кепілдік жағы мен қызмет көрсету жағымен, жылдық тегіннен бұзылмаса барасыздар, кез келген қалай жөндеп бересіздер. Мына сыртынан көріп тұрмыз, мынау бізде Россияға кетіп баратыр ма? Сіздер Қазақстанға ғана сатпайсыздар ма сонда? Біз шыны керек осы уақытқа шейін 100 аппараттың 10 шақтысы Россия, Бішкек, яғни Қырғызстан, одан кейін Өзбекстан. Осы қалалар көп сатылады. Одан кейін Дагестан қалаларында 4-5 аппаратымыз бар. Сонда өздеріңіздің үшінде өндіріп жасаған? Өндіріп жасаймыз, өйстіп упаковка жасап салып жібереміз. Транспортный компания болады. Транспортный компания өздері жаңа сыртынан ағашпен орайды ғой. Салатаңда көрермендер өздеріңіз көріп тұрсыздар, өндіріс орнына бар, және де айналысып жатқан бір емес 2 цехқа бар, күнде 4 цехқа да баруға болады, бірақ ол сіздерге қызық емес деп ойлаймын. Ең бастысы жұмыс барысын 2 цехпен көрдіңіздер. Біреу 2 айда бастаған, Мақсат деген бауырымыз 1 жыл бұрын бастаған, және айлық табыстары орташа күндік табыстарында көрдіңіздер. Бастағанға қанша ақша керек екенін толыққанды айтып шығамыз. Осы өндіріс орны арқылы қандай сіздерде плюс болады. Егер осы Олжас бауырымыздан станок алсаңыздар, осы кілем жуу тек қана станок сатпайды сіздерге. Полное обучение, установка, 1 жылдық гарантия, 1 жылдық ремонтный услугалары, және де маркетинг, орын таңдау жағы, және де сырье дейді, шикізаттары. Жуатын порошоктары бар, химиялары бар, оның бәрін толыққанды қамтамасыз етеді, және де алатын жерлерді толыққанды көрсетіп бере алады, ең арзан жерлерін. Мына осы жерде өндіріп шыққан дүние. Бұл сушилка ғой бағанағы. Бұл жаңасы ма, бағанағыдан үлкен сияқты? Бұл бағанағыдан үлкен 500 квадратқа арналған. Россияға кетіп бара жатқаннан бірден схемасы қандай болуы керек, сушильный камераның, яғни дұрыс жасалыну жолын көрсетіп береміз бірден клиенттерге. И одан кейін жалпы характеристикасы және не қандай обслуживание керек аппаратқа полный жазып береміз. И қандай лампочка жанған кезде, мысалы аварийный лампочкалар болады, и рабочий лампочкалар болады. Полный өзімізге хабарласады, өзіміз шешіп береміз телефонмен дистанционно. Олжас бауырымыздың номері мынада тұр, тағы да бір рет айтып кетейін. Енді сіздерге тағы да қоятын бір сұрақтың бірі, осы өндіріс орнын бастаған кезде, мысалы, өздеріңізбен өндіре бастадыңыздар ма әлде? Түркиядан бір мамандар шақырып үйрендіңіздер ме? Неге өндіріс орнын бастадыңыздар? Бастапқы кезде өзіміз Түркиядан мамандарды шақырып, осы жаққа ремонтқа келген мамандарды алдырту қымбат болғаннан кейін осы жақта оларға үйретуді өтіндік. Яғни ақы төледік, бір сөзбен айтқанда. Ақы төлегеннен кейін өздерге үйретті, и онан кейін содан үйреніп өзіміз жасап кеттік. Адамның істеген адам істейді ғой жалпы қазіргі таңда. Неге өндіріс орнын ашамын деп шешім қабылдаған себебі көп проблеманы көрдік. Көп компаниялар ашылады, ашылғаннан кейін жаңағы роторкамен бастайды, жабайы түрде бастайды. Жабайы түрде басталған бизнес жүрмейді, көп алысқа бармайды. И жабылып қала береді. И онан кейін алдырған оборудование сынғаннан кейін тоже жабылады. Ауыл алысқа бармайды, бір сөзбен айтқанда. Одан кейін өзіміз осы жақта обслуживание жасап, өзіміз жаңағы түрікпен бірге жұмыс жасадық 1 айдай. И одан бастап уже үйреніп кеттік. Үйренгеннен кейін уже компаниялардың алдыға жүргенін көрдік, и плюсын көрдік, и клиенттерден сұраныс көп болды уже. Бізде осындай аппарат бар еді, біз осындай ашайын деп едік деген секілді сұраныс көп болғаннан кейін біз осы өндіріс орнына тікелей кірісіп кеттік. Өзіміздің кілем жуатын компанияны сатып жібердік, бір сөзбен айтқанда. Қанша ақшамен бастауға болады ең жақсы бастаған кезде? Ең жақсы бастаған кезде 2 миллион 800-ден бастап 3,5 миллионға шейін негізі айтамыз. Ең төменгі сома негізінен щеткамен бастаса да болады, бір сөзбен айтқанда. Бірақ нөлмен. Роторкамен бастаса да болады. Профессионально жұмыс жасау үшін айтамыз біз 2 миллион 800 жоқ дегенде қажет болады. Только оборудование. 2 айда ашқан дедіңіздер да, барған орыс кісілер. Орыс кісілер. 2 айда ашқан, енді бастап ашып кеткенге қанша уақыт керек және де? Ол кісілерге негізінен айтамыз 1 ай уақыт керек, бастап ашып кеткен, жақсы жүргенге дейін. Яғни ол кісілердің осы уақытқа шейінгі әркімнің өзінің бизнеске көзқарасы қайтадан айтам, жақсы болды. Яғни сол себепті олар бірден алдыға басып жүріп кетті деп айтсам болады. Осы уақытқа шейін бизнеспен айналысып жүрген кісілер болады. И ол кісілер бизнеске бастапқы кезде ақшаны аямайтын, яғни салу керектігін, яғни айтқанда бір сөз айтқанда доставкасына 2 миллионға газель, оборудование үшін 3,5 миллион болу міндетті. Кілем жуу бизнесінде ол қазіргі таңда міндетті түрде доставка керек, міндетті түрде қажет. Қазір көп жерде мысалы андай неде жуып жатыр кілемдерді.
Автомойкада. Біздің қазіргі таңдағы мақсатымыз кілемді профессионал тұрғыда тазарту. Яғни ол тек қана өзіміздің денсаулығымыз, бала шағамыздың денсаулығы, яғни көп ойнайтын балаларымыздың денсаулығы үшін негізі қажет зат. Профессионально жуу деген. Яғни көшеде далада жайылған кілем сіздердің ойларыңызша, көп халықтың ойы бойынша деп айтайын, ол таза болып есептеледі, бірақ ол на самом деле таза емес. Яғни ішіндегі бүкіл шаң, қоқыс, жаңа угарный газ дейміз, солардың бәрі сіңіп алғаннан кейін ол кілем таза болып есептелмейді. Ал ол балаларға қауіпті емес, енді зиян, денсаулығына зиян деп айтсақ болады. Сондықтан айтамыз, профессионально ашқан дұрыс. Яғни бастапқы профессионал түрде кілем жуу компаниясын ашу үшін 5 миллион ақша керек деп айтамыз. Яғни ол жаңағы машинасымен, арендаға алынған зданиясымен, жаңағы, первоначально пуск наладка дейміз ғой, одалдырып беру үшін 5 миллион ақша керек. Ал оған дейінгі ашам дегендерге ашуға болмайды емес, болады. Мысалы, кейбіреулер көзқарасы былай болады, мен үйде ашам дейді. Роторный машинамен үйінде бастап ашады, центрифуга алады, осушитель алады артынан. Сөйтіп дамытып кететіндер де бар. Бізде ондай компаниялардың өзі, мысалы, бастан артылады, жетеді да, үйінде жуып жатқандардың өзі. Сіздердің салаңызда орын маңызды ма, әлде жарнама маңызды? Жарнама және Instagram қазіргі таңда Google ең күшті рекламалар болса. Қанша жыл болды осы салада жүргеніңізге? Менің жүргеніме 6 жылдан асты. Яғни тәжірибе бар. Бізде мысалы салада көрермендер сізден алып жатса, мысалы 3 миллионға алдық дейік. Жаңағы орыстық сияқты болмаса да енді айына 500-600 мың табысқа шығып 4-5 айда саған ақша міндетті түрде ақтап шыға ма? Ақтап шығады. Айтқанды бірге бір істесе. Бірге бір істесе. Маркетинг жолына көмектесесіздер. Көмектесеміз. Маркетинг жолына кез келген бизнес ол клиенттен құралады. Клиент жоқ болса бизнес жоқ. Яғни бұдан проблема жоқ деп айта аласыздар ғой. Клиенттен проблема жоқ. Егер де адам жаңа маркетингпен жұмысымен жақсы араласатын болса, жақсы жасайтын болса. Жаңағы өзіміз бірінші барып кеткен компаниядағы жас бала, яғни ол балада Мақсат деген жігітте баста жүргізген кезде, енді түріне қарап мен жас жігіт қой, өзім секілді ғой, жүргізе алмайды ау деген ой келді. Шыны керек өзімде көргендей болып, жас кезімде көргендегідей. Бірақ ол жігіт жаңа өзі айтты, маркетингпен мен жақсы жұмыс жасаймын, и адам жақсы басқара деп. Кім адам жақсы басқарады, кім маркетингпен жақсы жұмыс жасайды, оның бизнесі өрлейді. Мен оған кепіл беремін. Және де бұл жұмысты ашқан адам отбасымен істей алады, болмаса адамдар жұмысқа алады. Иә, отбасымен де адамдар да жұмысқа алып істей береді. Может, ол інісін алады, может, 2 адам болып істейді, может, 1 адам. Сырье демекші үлкен проблемалардың бірі. Порошогы бар, шампуні бар. Бізде өзіміз мына жерде шампуньдарды, дақ кетіргіштерді, иіс кетіретіндерді, жаңағы қаланың орталығында цех болғандықтан біз осы жерге әкеп қоямыз. Яғни сұраған клиенттерге осы жерден жіберіп отырамыз, бер жіберіп отырамыз, немесе өздері алып кете береді. Болмаса сіздер жаңағы, яғни ол жақ проблема шешпейсіздер. Ол жақтан, иә, проблема жоқ. Қытай жабылды, там бұл таппай қалдық деген. Жоқ, ондай болмайды. Тоже осы Қазақстанда өндірілетін химия компаниялары бар, заводтар. Сол заводтар өндіріп береді, біз оның тікелей номерін беріп, сол жақтан тікелей өздері алдыртып отырса да болады. Біз оларда өздерінде доставка бүкіл Қазақстан бойынша, СНГ бойынша бар.